Кестелерді қарастырайық. Бұл кестелерде 5 және 6 сандарын қосу амалдары жазылған. Олар саған математика сабақтарында тез есептеуге көмектеседі. 5 санын бөліктермен қосуға болады. 5-тің құрамын қайталайық. 5 бұл 4 және 1, 3 және 2, 2 және 3, 1 және 4 екенін білесің. Егер бөліктерімен қоссақ, ұзақ жазба болады. 5 санын қосу кестесін жатқа біліп, мысалдарды есептегенде қолданған дұрыс. 1-ге 5-ті қоссақ 6 болады. 2 қосу 5, 7 болады. 3-ке 5-ті қоссақ 8 шығады. 4-ке 5-ті қоссақ 9 болады. 5-ке 5-ті қоссақ 10 болады. 6 санын қосу кестесін құрамыз. 1-ге 6-ны қоссақ 7 болады. 2-ге 6-ны қоссақ 8 шығады. 3-ке 6-ны қоссақ 9 болады. 4 қосу 6, 10 болады. Көгалда 3 тауықтың балапаны және 5 үйректің балапаны жайылып жүр. Көгалда барлығы қанша балапан жайылып жүр? Көгалда қанша балапан жайылып жүргенін білу үшін 3-ке 5-ті қосу керек, 8 болады. Демек, көгалда барлығы 8 балапан жайылып жүр екен.